Дүйшембіде әлемдік шикі мұнай бағасы төмендеді. Қыркүйектегі Brent мұнайының фьючерстері 4,66%-ға арзандап, барреліне $92,27 қараса, ақштың WTI мұнайы шамамен 5%-ға төмендеп, барреліне $84,83 болды. Бағаның төмендеуі шілде айындағы күрт өсімнен кейін орын алды. Ол кезде таяу шығыстағы қақтығыстың ушығуы аясында Brent бағасы барреліне $102 дейін қысқа мерзімге көтерілген еді. Әлемдік шикі мұнайдың 5-тен 1 бөлігі өтетін маңызды Ормуз бұғазы арқылы тасымалдаудың тоқтауы ақш, Израиль және Иран арасындағы қақтығыс өршігеннен кейін бағаның алғашқы өсуіне түрткі болды. Өткен аптада Қызыл теңізде жұмыс істейтін Сауд Арабиясының мұнай танкерлеріне жасалған шабуылдардан кейін балама бағыттарға қайтадан қысым түсті. Өзгерістер инфляциялық қауіптерді қайта тудырғандықтан трейдерлер федералды резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемені көтеру ықтималдығын 36%-ға дейін арттырды. Баға сәл арзандағанымен Еуропа мен бүкіл әлем бойынша ықтимал экономикалық салдарларға байланысты нарықта жоғары белгісіздік сақталып отыр.